Сәлем достар, сендермен бірге оқу газеті арнасы. Бұл жерде тек қана математика туралы. Қолдарыңа дәптер қалам алып, менімен бірге шығарып отырыңдар. Бұның екінші нұсқасын төмендегі сілтеме бойынша өздерің шығарып көріңдер. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басуды ұмытпаңдар. Бүгін бізде мынандай 3 есеп болады, соларды талдап көрейік. Ал ендеше кеттік. Бірінші есеп АЕ мен ДЕ кесінділері АБЦ параллелограммның биссектрисалары және ЕБЦ қабырғасына, ал ФАД қабырғасына тиісті нүктелер. ЕФ АД-ға перпендикуляр екені белгілі. Егер АБ 6 см, ЕФ 3 см болса, мыналарды табыңыз дейді. А параллелограммның АД қабырғасын және Б АБЦД параллелограммның ауданын. Алдымен параллелограммды салып алайық. Және А, Б, С, Д деп белгілі алайық төбелерін. Ары қарай биссектриса. Бізде биссектриса бұрышты қақ бөледі. АЕ биссектрисасы бізде бұлай жүреді. Мына бұрышты қақ бөледі. Мына жерге Е деп қоямыз. Және ДЕ биссектрисасы бізде бұлай жүреді. Ол да мына бұрышты қақ бөледі. Мына бұрыш бізде бірдей. Ал ары қарай биссектрисаларды жүргіздік. Е нүктесін белгіледік. ЕФ бізде АД-ға перпендикуляр. ЕФ бізде мына жерден бүйтіп қазір биіктік түсіреміз. Міне перпендикуляр ЕФ АД қабырғасына перпендикуляр. Мына 90 градус дегенді білдіреді, яғни перпендикуляр. Ары қарай түзулердің барлығын түсірдік. Егер АБ 6 см болса, яғни мынау 6 см бізде, ЕФ 3 см, яғни мына биіктіктің ұзындығы 3 см. Онда параллелограммның АД қабырғасын табыңыз дейді. АД, яғни мына екінші қабырғасын. Параллелограммды енді білеміз. Қарама-қарсы қабырғалары бізде тең. АД және БЦ қабырғаларда өзара тең болады. Ең алдымен біздер мына жерде мынаны еске түсіріп алайық. Егер бізде мынандай параллель түзу болатын болса, мысалы АБ және оларды С деген түзу қиятын болса, онда ішкі айқыш бұрыштар деген бар. Яғни мына бұрыш мына бұрышқа тең. Дәл сол сияқты мына бұрышқа тең болады. Ішкі айқыш бұрыштар дейді. Дәл осы ереже бізде мына параллелограммға да қатысты болады. Яғни бізде BC, AD параллель бір-біріне. Егер біздер ішкі айқыш бұрыштарды қарастыратын болсақ, мына бұрыш бізде мына бұрышқа тең. Сонда не болды бізде? Егер А, Б, Е үш бұрышын қарастыратын болсақ, бізде мына екі бұрышы тең болып тұр ғой. А бұрышы мен Е бұрышы. Онда бұл қандай үш бұрыш? Онда А, Б, Е үш бұрышы бізде тең бүйірлі. Тең бүйірлі үш бұрыш. Яғни мынау да 6 см деген сөз. Мына екі қабырғасы тең. Өйткені табанына іргелес жатқан екі бұрышы тең. Жақсы. Енді дәл солай екінші жағын қарастырайық. Ішкі айқыш бұрыштар мына жерде тура солай мына бұрыш FDE бұрышы CED бұрышына тең. Міне FDE тең болады CED бұрышына. CED бұрышына. Ішкі айқыш бұрыш ретінде. Сосын біздер тағы да мына DEC үш бұрышын қарастыратын болсақ, CDE ол да тең бүйірлі болады.
тең бүйірліш бұрыш. Өйткені бізде мына бұрыштар өзара тең. Еді табаны болады да, мынау бізде бүйір қабырғалары 6 см, есі де 6 см болады. Бұл да тең бүйірліш бұрыш. Сонда не болды бізде? BC бізде BE 6 см, EC 6 см, онда BC бізде 12 см. Яғни бұл жерде не шығады? AD да бізде 12 см дегенді білдіреді. Яғни бірінші сұраққа біздер жауап бердік. Ары қарай. Б. Тапсырмасы ABCD параллелограммның ауданы табыңыз. Енді бұл жерде біздер формуланы білуіміз керек. Параллелограммның ауданы ол жай ғана биіктігімен табанның көбейтіндісіне тең болады. Яғни EF көбейтілген AD. EF бізде 3-ке тең, AD-ны қазір ғана таптық, 12 см, сонда параллелограммның ауданы 36 см квадрат. Осылайша бірінші есеп шығарылады. Ары қарай. ABCD үшбұрышында AB 10 см, AC 13, С бұрышы бізде 40 градус, Б бұрышы 80 градус болса, ABC үшбұрышының ауданы табыңыз дейді. Жақсы, алдымен біздер үшбұрышты салып алайық. Сосын С бұрышын белгілейік 40 градус, 80 градус Б бұрышы болсын. А бұрышы бізде онда не болады? Үшбұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус болғандықтан біздер 40 градус пен 80 градустың қосындысын азайтамыз. Сонда 60 градус. А бұрышы 60 градус болады. Ары қарай АБ бізде 10 см, АС 13 см. Онда бізге үшбұрыштың ауданы табу керек. Бұл жерде үшбұрыштардың ауданының формуласын білу керек. Екі қабырға мен олардың арасындағы бұрыш берілген болса, онда ол былай шығарылады. 2-ден 1, екі қабырғасы, яғни АБ қабырғасы мен АС қабырғасы, және олардың арасындағы бұрыштың синусына көбейтіледі. Яғни мына қабырға АБ, сосын АС қабырғасы, олардың арасындағы бұрыш А бұрышы, және барлығын 2-ден 1-ге көбейтеміз. 2-ден 1-ін аламыз. Сонда әрқайсысын орнына қояйық. 2-ден 1, АБ бізде 10 см, АС бізде 13 см, және синус А деген бізде 60 градус А бұрышы, сондықтан синус 60 градус дейміз. Ары қарай бірден қысқартып жіберейік. 2 мен 10-да 5 болады. 5 пен 13-ті көбейтсек 65 болады, жазып қояйық. Және синус 60 градус бізде ол түбір асты 3 бөлінген 2. Сонда 65 түбір асты 3 бөлінген 2 сантиметр квадрат. Ол үшбұрыштардың осы ABC үшбұрышының ауданы болады. Мына жер 65 пен 2-ні әрине қысқартсаңдар да болады. 32 жарым түбір асты 3 деп жазсаңдар да болады. Келесі үшінші есеп. Төмендегі суретте берілген ABCD тең бүйірлі трапецияның периметрі 60 см, ал D бұрышы 30 градус. Егер DC-ның MP-ға қатынасы 1-2 болса, онда ABCD трапециясының ауданы табыңыз. Бұл жерде трапецияның ауданының формуласын еске түсірейік. Мына табаны А, мына табаны Б болса, мына биіктік H. Онда ауданы бізде А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H болады. Сосын трапецияның орта сызығы деген ұғым бар. Тағы да табаны А, Б болса, мына қабырғасының ортасын алып, мына қабырғасының ортасын алып, мына жерден түзу жүргізсек, ол орта сызық болады. Яғни міне ортасы, мына қабырғасының ортасы. Осы орта сызық, мысалы MN деп алатын болсақ, осы MN орта сызық екі табанның қосындысының жартысына тең екен. А мен Б-ны қосып, 2-ге бөлсек, ортасын аламыз. Осы нәрселерді білейік.
Ары қарай бізге мына жерде DC-ның MP-ға қатынасы 1-ге 2 дейді. DC деген бізде мына қабырғасы, MP деген мына орта сызық болып тұр. Осылардың қатынасы 1-ге 2. Ал енді оны біздер 1x деп алайық қазір. Мына 1 деген 1x болса, MP 2x болады онда. Мынау да 1x. Өйткені бізде тең бүйірлі трапеция. Тең бүйірлі трапеция. Егер мына DC қабырғасын 1x деп алсақ, AB қабырғасын да 1x деп алуымыз керек. Жақсы, бұл не үшін керек бізге? Қатынас болған кезде үнемі теңдеу арқылы шығамыз біздер. Теңдеуде біздер міне 1x, 2x деп алдық қазір. Ары қарай периметр 60 см деген периметр бізде мына 4 қабырғасын қосындысы. Яғни AB қабырғасы бар, BC қабырғасын қосамыз, сосын CD қабырғасын қосамыз, және AD қабырғасын қосамыз мына жерде. Ал енді бұл жерде мына BC қабырғасын A деп, AD қабырғасын B деп алсақ, бізде жаңағы орта сызық шығады. Яғни біздер мынаны айттық қой, A және B қабырғасы, A-ның орнына бізде BC қабырғасы кетеді. Яғни MN, A-ның орнына BC қабырғасын аламыз, B-ның орнына AD қабырғасын аламыз. Оларды 2-ге бөлеміз. Осы жерден біздер BC қосылған AD-ны шығарып алуымыз керек. Яғни, екі жағында теңдеудің қазір 2-ге көбейтейік біздер. Екі жағында не үшін? Мынамен қысқарту үшін. Сонда мына жақта BC қосылған AD қалады. Ол тең болады 2MN-ге. Сонда мына теңдеуде қазір P-ның орнына, яғни периметрінің орнына біздер 60-ты қоямыз. BC қосылған AD-ның орнына, міне BC мен AD-ның орнына мынаның біздер 2MN-ді қоямыз. Ал MN дегенді біздер 2x деп алдық. Жақсы, мен қазір көшіріп алайын мына жерде. AB қосылған CD қалып қойды бізде. Және мына BC қосылған AD-ның орнына 2MN-ді қоямыз дедік. Ары қарай 60 тең AP деген бізде 1x деп алдық. Қосылған CD деген 1x. Қосылған 2MN, яғни 2 көбейтілген MN-ның орнына 2x-ті қоямыз. Сонда бізде теңдеу шықты. 60 тең болады 1x қосылған 2x, және мына жерде 4x отыр. Сонда барлығы жалпы бізде 6x болады. Бұл жерден x тең 10-ға. X тең 10. Яғни 1 көбейтілген 10 мына қабырға бізде 10-ға тең. Мынауды тура сол сияқты 10. Орта сызық бізде 2 көбейтілген 10 20 болады. MP 20. Ары қарай. Онда бізге енді не керек? Бізге аудан керек. Аудан табу үшін біздер A қосылған B бөлінген 2 оны білеміз, орта сызықты. Яғни A қосылған B бөлінген 2 орта сызық. MN 2x дедік, ол 20-ға тең. Мына жерге жазып қояйық, мына 20. Ол дайын тұр. Яғни мына аудандағы A қосылған B бөлінген 2 20-ға тең орта сызық. Енді біздер биіктікті табуымыз керек. Мына жасаған дүниенің барлығы бізде осы x-ті табу үшін болды. Яғни қабырғаларын табу керек болды бізде. Мына қабырғасы бізде 10, мына қабырғасы 10 болды, орта сызық 20 болды. Енді бізге биіктікті табу керек. Яғни мына биіктікті міне h деп қояйық мына жерде. Ол немен көмектесеміз тағы? D бұрышы 30 градус екен бізде. Мына бұрыш 30 градус екен. Сонда бізде DCH деген мына үшбұрышты қарастырайық. DCH деген мынандай үшбұрышты қарастырайық. Мына қабырғасы 10 болды бізде. Мына бұрыш бізде 30 градус. Ал бізге биіктік керек, мына h керек. Енді біздер мына нәрсені еске түсірейік. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысына тең деген тұжырым бар бізде. Теорема. Яғни h ол 30 градусқа қарсы жатыр.
онда ол мына гипотенуза 10-ның жартысына тең. Яғни 10 бөлінген 2-ге. Сонда 5 сантиметр болады ол. Осылай оп-оңай тауып алдық биіктікті. Енді оны мына жерге қойып ауданын тауып аламыз. Сонда трапецияның ауданы А қосылған Б бөлінген 2, яғни орта сызық бізде ол 20 және биіктік ол 5. Сонда трапецияның ауданы 100 сантиметр квадрат. Осылай шығады есеп. Назарларыңа рахмет. Каналға жазыламыз, лайк басып, қоңырауды басып қоямыз.